Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Git негіздерін қайталаймыз. Бұған дейін өткен біз бірнеше командалар, бірнеше түсініктерді айтқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз соларды тағы бір қайталап өтеміз, қорытындылау мақсатында, және одан кейін сол командаларды практика жүзінде тағы да қолданып көреміз. Сонымен іске кірісейік. Git негіздері. Ең бірінші түсінік бізге қажеті бұл Git репозиторий. Яғни Git репозиторий дегеніміз бұл папка. Яғни Git-тің басқаруында тұрған папканы біз Git репозиторий деп айтамыз. Енді келесі қараңыздар. Git репозиторий бізде файлдық жүйеде бізде бір папканы белгілейміз. И соған біз Git-ті қоссақ, оны біз Git репозиторий деп айтуға болады. Яғни бізде бірнеше папканы, қажет папкаларды, яғни біздің өзіміздің жобамыздың папкаларын белгілеп аламыз да, Git-ті инициализация жасаймыз. Яғни ол уже бізде Git репозиторий болып саналады. Келесі бізде маңызды түсінік бұл commit. Яғни commit дегеніміз былайша айтқан кезде бұл фиксация, түртіп алу, белгілеп алу. Яғни мысалы біз бір сайт жасап жатыр делік. Біз сайтта бірнеше сатыдан тұру мүмкінбіз. Мысалы жобаны бастаймыз, біз commit жасаймыз. Яғни біз белгілеп қоямыз. Яғни белгілеп қоямыз деген сөз, біз оны сақтап қоямыз. Себебі біз кейін оған қайтып оралу мүмкінбіз. Екінші, белгілі бір іс-әрекет жасаймыз, и оны да сақтап қоямыз. Яғни бұны біз commit жасаймыз деп айтамыз. Яғни фиксация жасаймыз, фиксировать етеміз. Немесе түртіп аламыз, белгілеп қоямыз, сақтап қоямыз. Бұның бәрі былайша айтқан кезде синоним сөздер. Яғни сонымен commit жасаймыз. Яғни commit деген мағынасы былайша айтқан кезде біз болған өзгерістерді сақтап қоямыз. Қараңыздар, белгілі бір өзгерістерді жасаймын, сақтап қоямын. Түсін өзгертемін, commit жасаймын, ол сақталды деген сөз. Былайша айтқан кезде commit жасау деген сөз, біз былайша айтқан snapshot дейді, яғни бір суретке түсіріп алған секілді. Яғни сол бір сәтті, сол бір файлдық жүйенің күйін суретке түсіріп алған сияқты көрінеді бізге. Шындығында Git-ті біз кішігірім файлдық жүйе деп айтасақ болады. Яғни басқа нұсқаларды басқару жүйесінде біз өзгерістерді айырмашылығын сақтап отырамыз. Ал Git-те бұл бізде кішігірім файлдық жүйе. Біз сол файлдық жүйенің қазіргі жағдайын сақтап қоямыз. Яғни суретке түсіріп аламыз, фиксировать етеміз, яғни түртіп белгілеп аламыз осы сәтті, және ол файл базада сақталып қалады. Git-тің базасында сақталып қалады. Енді сіздер ойлауы мүмкінсіздер, жалпы мысалы документ файл. Документ файлды біз сақтаймыз ба? Бұл жерде документ файлды біз бір файлмен жұмыс жасаймыз, бір файл сақтаймыз. Ал Git-та бізде бір-бірімен байланысқан бірнеше файл, папка болуы мүмкін. Біз барлығын сол сәтте сақтаймыз. Яғни барлығы бір-бірімен байланысқандай болып тұр, қандай күйде тұр, барлығын бірден сақтайтын боламыз. Сонымен Git-пен жұмыс жасаған кезде біз үш күйде тұратынын анықтадық. Біріншісі біз файлдарға өзгеріс жасаймыз, жаңа файл құрамыз, осыған дейін жұмыс істеп тұрған файлды өңдеу мүмкінбіз, файлды жоямыз, яғни файлдың ішіндегі мазмұнды өзгертеміз. Ең басты файлдармен жұмыс жасаймыз. Енді бұл файлдардың болған өзгерістерді біз дайындық алаңына, яғни stage дайындық алаңына қосамыз. Бұл commit-ке дайындық. Біз барлық файлдар қосу міндетті емеспіз. Біз commit-ке жіберетін файлдарды қосатын боламыз. Яғни бұл болған өзгерістерді топтастырып, сосын commit-ке дайындау деген сөз. Одан кейін біз commit-ке жібереміз. Яғни commit-ке жіберу деген сөз, бұл базаға сақтаймыз деген сөз. Яғни сол файлдық жүйенің, қайталап айтамын, Git-ті біз кішігірім файлдық жүйе деп қарастырсақ болады. Сол кішігірім файлдық жүйедегі сол күйін базаға түсіретін боламыз. Яғни осындай үш сатыдан тұрады екен.
біз жұмыс папкасы болады, working directory, staging area, яғни дайындық алаңы болады, және repository. Repository былайша айтқан кезде гиттің коммиттерін сақтайтын орын. Яғни жұмыс папкасы, дайындық алаңы және repository. Мысалы, бізде жұмыс папкасында бізде бірнеше файлдар болсын. Мына қызылмен белгіленгендер бұлар жойылатын файлдар, көкпен белгіленгендер өзгертілген файлдар, және жасылмен белгіленгендер бұл құрылған файлдар. Қараңыздар, біз енді файлдар дайындық алаңына қосуы мүмкінбіз. Яғни біз оны топтастырамыз. Неге? Себебі біз оны репозитория қосымыз келіп жатыр. Яғни біз құрған файлдарды мысалы stage дайындық алаңына жеткіздік. Оны белгілеп алдық. Индексация деп айтады. Екінші бір термин қолдану болады. Индексация жасап алдық десек те болады. Одан кейін біз не істейміз? Репозиторға түсеміз. Коммит жасаймыз. Коммит жасаған кезде белгілі бір сообщение жазамыз. Яғни хабарлама қалдырамыз. Және біз оны базаға түсіреміз. Тура сол секілді басқа өзгерістерді біз жұмыс папкасынан, яғни working directory'дан stage areaға, яғни дайындық алаңына ауыстырамыз. Яғни біз топтастырамыз болған өзгерістерді, немесе индексация жасаймыз. Одан кейін біз оны репозиторияға түсіретін боламыз. Және ол белгілі бір хабарламаны қалдырып, біз оны коммит жасап базаға түсіретін боламыз. Яғни осындай сатылардан тұрады екен гиттің жұмысы. Яғни коммит негізі осы. Енді мынау кеңейтілген схемасы. Яғни біздің құрылған файлымыз untracked болады. Яғни ол әлі бақылауға түспеген. Яғни git жүйесі бұны әлі бақылауға алынбаған файлдар. Біз оны бақылауға алу үшін add деген команда арқылы файлды қосамыз. Онда біз ол файл бірден дайындық алаңына түседі, яғни staged areaға түседі, дайындық алаңына, немесе индексацияға түседі. Біз ол түскен файлды біз коммитке жібере аламыз. Яғни ол файлды коммитке жіберу деген сөз, болған өзгерістерді базаға сақтаймыз. Ол файл енді өзгертілмеген күйге түседі. Яғни жұмыс папкасында өзгертілмеген күйге түседі. Егер ол файлды біз қайтадан өңдейтін болса, белгілі бір өзгерістер жасайтын болса, онда ол файл өзгертілген күйге түседі. Яғни бұл да жұмыс папкасында тұрады. Бұны біз не істейміз? Қайтадан коммитке жіберу үшін индексация жасаймыз, немесе дайындық алаңына өткіземіз. Қайтадан коммит жасаймыз, ол қайтадан өзгертілмеген күйге түседі. Себебі бүкіл өзгерістердің барлығы біз базаға фиксация жасадық, базаға түсірдік. Егер біз файлды жоятын болса, ол қайтадан untracked, яғни ол бақыланбайтын, яғни git жүйесінен бақылауға алынбаған күйге түседі. Міне гиттің негізгі жұмыстары осы. Енді қараңыздар, біз бұған дейін өткен командалар бұл git status, git init, git clone, яғни біз файлды, немесе папканы репозиторға айналдыру үшін екі жолы бар. Не git initті пайдалану керек, не git clone'ды пайдалану керек. Git clone дайын репозиторияға көшіру. Git add'тің өзі негізі бірнеше қолдану жолы бар. Біріншісі жаңа индексацияға түсу, немесе дайындық алаңына жеткізу. Екінші бір жолы әртүрлі тармақтарды біріктіруге кезде бізде бір конфликт болатын болса, сол конфликтін шешу үшін қолдану мүмкін. Үшінші бір жолы untracked, яғни бақыланбаған файлды бақылауға алу үшін де қолданады. Яғни осындай үш жол қолдану мүмкін. Git add, оны қарастырамыз. Git commit, коммитке түсіру, яғни базаға сақтау. Өзгерістер күйін, яғни файлдық жүйенің, яғни git кішігірім файлдық жүйенің күйін суретке түсіру деп айтсақ болады. Үшіншісі git log, яғни бүкіл біздің коммиттерімізді, яғни базаға сақталған ақпараттарымызды шығару. Біз осыған дейін өткен командаларымыз осы. Практикада тексеріп көреміз.